Саламатсыз ба, құрметті достар? Бүгін сіздің сұрауыңыз бойынша скумбрияны пеште пісіретін боламыз. Ол үшін бізге скумбрия балы қажет болады. Алдыменен балықтың қанаттарын кесіп алып тастаймыз. Достар, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, және де өз пікірлеріңді жазып кетуге ұмытпаймыз. Сонымен, құрметтілерім, келесі видеода қандай тағамның жасау тәсілін көргіңіз келеді, видеоның астында жазып кетсеңіз болады. Мінекей, енді балығымыздың төменгі жағын кесіп, іші құрылысынан тазартамыз. Ішіндегі қара қабыршағын міндетті түрде алып тастаймыз. Неге десеңіз, олар деген піскен кезде ащыдан беріп тұрады. Сондықтан ерінбей барлық қарайған нәрсенің бәрін алып тастаңыз. Мінекей, қымбаттыларым, балықтың ішін құрылысын әбден тазартып, енді салқын суға әбден жуып аламыз. Ірі қылқандарында жұлып тастаймыз. Неге десеңіз, тағамды дастарханға келгенде артық қылқандары, артық нәрселері қажеті шамалы. Сондықтан тағамымызды сапалы және де таза қылып келеміз. Өзіңіз көріп тұрғаныңыздай жуып жатқан кезде қанаттары өздері шығып тұрады. Өте ыңғайлы жұлып алуға. Мінекей, достар, балығымызды іші құрылысынан да, қылқанақтардан да ажыратып алдық. Енді тек қана омыртқасы қалды. Енді осы 3 дана балығымызға бір ғана шай қасық ас тұзымызбен, бір шай қасық ұнталған қара бұрыш жеткілікті. Осыны себелеп шығып, содан соң соевый соусымыздан 50 граммдай құйып, барлығын балыққа жағып сіңдіреміз. Енді осы маринадта балығымызды бір жарты сағатқа дейін қалдырамыз, әбден тұзы бұрышы сіңгенше.
Балығымыздың маринады сіңгенше біз пешімізді қосып 180 градусқа дейін қыздырып қоямыз. Және де пешіміздің қалауының үстіне фольга төсеп дайындап қоямыз. Жуылған 1,5 лимонымызды осылай жарты домалақ қылып, жіп-жіңішке алып турап қоямыз. Егерде лимонның дәндері болса, оны ажыратып тастаймыз. Балығымызды осылай міне 2 сантиметрдей жалпақтығын тілімдер қылып тураймыз. Бірақ та пышақты аяғына дейін апармаймыз. Неге десеңіз, балық өзінің тұтас түрінде сақталыну керек. Енді су жасалған тілімдерімізге туралған лимонымызды біртіндеп салып шығамыз. Мінекей, қымбаттыларым, әдемілеп сәндеп қойған балығымызды пештің қалауына ара қашықтарын 1 сантиметр қылып тікесінен тізіп қоямыз да, фольгаға орап 20-25 минутқа пештің ішіне саламыз. Достар, мына скумбрия мен лимонның және де соевый соустың иісі араласып піскен кезде сондай ас үйден деген хош иіс шығып тұр ғой. Дәмі енді деген айту мүмкін емес, соншама тіл үйрер дәм. Енді өзіңіз қалауыңыз бойынша күріштен ба, немесе ақ түйнектен фри жасайсыз ба, өзіңіз ұнататын гарнир жасап, астарың дәмді болсын.